Тапсырма төменде көрсетілген логикалық сызбалардың логикалық формуласын табыңыз дейді. Табайық. Бірінші бізде не беріліпті? А не болған? Мына жерде көбейтілген в мен, жазайық. А көбейту в-ға. Одан шыққан мән не істеген? Көбейтілген және бізде не істеген? Терістелген. Одан шыққан мән тағы да терістеліп кетті. Жазайық. Көбейту немен? С терістеумен, С терістеумен көбейтілген. Одан шыққан мән бізде не істеген? Тағы да терістеліп кеткен екен. Мына жерден бұлайынан терістелді. Одан шыққан мән тағы да не істеген? Қосылған немен? А мәнімен. Одан шыққан мән тағы да терістелген. Қосылған А, и оның мәні тағы да не істеген? Терістелген екен. Шыққан мән не істеген? Қосылған С мәнімен екен. Қосу С мәнімен. Енді жауап нұсқаларынан тауып көрейік осыны. Так, біріншісі терістелген дейді. Жақшаның ішінде А қосу терістелген. Так, мынау мән мына жаққа шығып жазылған. Просто орны ауысып кеткен. Терістелген А көбейту В, былай тұр. А көбейту В көбейту терістелген С, оның сыртынан терістелген және полный терістеліп қосылған С. Яғни А жауабында сәйкес келеді екен. Тағы варианттарын іздеп көрейік. С қосу дейді. С қосу тұр. Терістелген А, так, терістелген А қосу, терістелген А көбейту В, көбейту терістелген С. Яғни В нұсқасына да сәйкес келеді екен. С нұсқасын көрейік. А қосу дейді. Вроде ондай жоға бізде С қосылған. Яғни бұл дұрыс емес. Так, Д-ны көрейік. Терістелген, екінші терістелген жазылмай қалыпты. Мына жақта полный терістелген, и ішінде тағы да мынау терістелген еді. Яғни бұл да емес. Ені көрейік. Not А общий терістелген, ішінде А қосу дейді. Мынау А қосылған. Not А көбейту В, көбейту not С, қосу С. Сыртында ең соңында С қосылған. Яғни Е жауабы да сәйкес келеді екен. F жауабы А қосу дейді. Мына жерде А қосу терістелмеген, мына жақтан терістеліп жазылып қажет еді, яғни дұрыс емес. Сонда дұрыс жауап бізде А, В және Е жауаптары дұрыс болады екен.